Баршаңызға сәлем. Біздер бүгін ашытқысыз, қамырын басып бірден пісіре беретін пирожкилер дайындаймыз. Өте дәмді. Қамыры жұқа, ал ішіндегі начинкасы көп. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып және қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, бастайық. Алдымен ұнымызға 1 литр айранды құйып, менде ұн 1 келі 200 сондай шамасында. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық сода салып, қолға жабысатын жабысқақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін суға піскен картошкамызды езіп, үстіне тұз, бұрыш және сұйық майымызды құйып пюре қыламыз. Бұның ішіне жуақ қуырып салсаңыздар да болады. Мен салмадым, үйдегілер жемейді. Одан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. Ұнды молырақ сеуіп, қамырымызды бетіне түсіріп, ұнға бір аунатып аламыз да қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Осылай жайып алған қамырымызды өзіңіз білесіз, қандай размерде бөлетініңізді. Осылай дөңгелетіп бөліп аламыз да, ішіне салмасын салып, жан-жағын бекітеміз. Мінекей осылай дайындап алған пирожкилерімізді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Майларыңызды молды құйғандарыңыз жақсы. Екі жағын қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Мінекей осымен біздің пирожкилеріміз осылай дайын болды. Бұл пирожкидің бір артықшылығы, қамырын басып көтерілгенше күтем демейсіздер. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал ас болсын.